Жағатын жұлдыздарын қайран түндер ай, өмірдің қызығына тойған күндер ай. So you come here, and then my new boots. Yes, my suitcase. I've only got hand luggage. It's me. This is me. One bed, second bed. I'm gonna watch Friends. And then we have a toilet. Chinese guy left. We're in a museum restaurant. And just 35 pounds for 3 people. 20 теңге. Is this popcorn? Oh, I like those. Бүгін жейміз ғой, я? Новые технологии. Привет из Баку. Абдрахман Мурза, introduce the food. Это кутабы, чобан салат. Еще будет. И фейхла компот. Он нас привез в место, которое как музей. We are reunited. But they're jet lagged. I am not. Можешь интро сделать то, что ты в Баку? Let's take this out. Yes. Кеше түнгі 3-те ұштым. Бүгін таңғы 7-те ұшып келдім. 7 сағат ұйықтадым. Тамақ күшті болды. Вообще ауа, тема, шағышым күшті, беті құрғақ қылмайды. Менің әке-шешем уайымдап жатыр, бірақ сіздер уайымдамаңыздар. Қала күшті, very walkable. And I miss traveling, I think. Қазір прям ностальгия отыр. Traveling is so good. Trying new food is so good. Next destination, Afghanistan. No, Palestine. This is my outfit for today. New boots, new bag, this cute vintage dress, my lipstick. It's a MAC. Yeah, it's only the heart. So weird. Жабырқап жүдімесін жанымыз қалай, көңілде күлімдеген ақау аялым, айналайын ақау сағыныштарай. Okay, we've been in this mall. They say it's a ring. I think it's a tulip. La la la. Так, я, короче, снимаю на 2,7К, 50 FPS. This is more European than
Казахстан. Да. Алматы wanna be one. қалмадай шырылдай шаттығында ақау ағайын абайсызда ақау төгіп алмағай Тиффани Голға кірдік. Я Тиффани Голға кірдік. Вообще overshare ететін, я? Мынаған жоқ ол жер. Қымбат екен Картияға қарағанда. Cartier is affordable, guys. Алтын сырға жігіттерге. Қазір Старый Городқа бара жатырмыз бірінші рет. Қазір көруге жалпы былай көрінеді. Сразу білесің ғой, мынау Fortress. Мынау 15-ші ғасырда салынған деді. Кеше маған айтты. Оған анда арабша сөздер жазып. Әли кімнің баласының көшесі? Я қалай. Мен кеше примерно осы жерде болдым. Бірақ я мына жақтан шықтым. Мынау реально Ottoman Empire'да түсіреді ғой, білесің бе андай? Иә. Хюррем Сұлтан келеді. Сұлтан Сүлейман. Какая-то қызметшілері. Иә, бір турецкий сериал түсіретін площадка сияқты. Наш жерде. Қалай кіреді екен? Эдинбург вайбтары бар екен. Да? Махаббат хикаясы дейді. Махаббат хикаясы. Видишь, олар стори дегенде хикая деп отырған. Біз тоже солардамыз. Okay, she is sugar addicted. I am carbs addicted. Тек кішкентай екен порциялар. Мына осы емес, кешіріп тақса болды. Адам қалай. This is disappointing, guys. Very disappointing. За 50 манат не стоит. Это Жібек берет кофе в Your Home is in Europe. Әркім өзінің обсессионмен айналысып. Но менің обсессионым. Кішкентай заказ беру керек. Біз қазір Гидар Алиев центрына бара жатырмыз. Жібек екеуміз. Real high expectation. Көп нәрсе күтпеймін. Өйткені Так. Гайдар Алиев центр ғой. Ну, мне кажется, как типа туристический Бәйтерек. иә. Сөйтіп барып келген жақсы. Әркім өзінің обсессионын ұстап келе жатыр. Мынау бар ғой, Астанадағы анау. Астанадағысына ұқсайды, и Алматыдағы Барыс халық ареналар, Алматыдағы халық ареналарға ұқсайды. Some guy in the hat looks like a cowboy, and some girl that doesn't represent any of Azerbaijani culture. Yes. What do you think about this? So badly authentic. Просто не вписывается как-то.
Yeah. Ладно, стартовый рекламу. Оплата как будет? Картой? Спасибо. Вот без алдык. Ева, в шоке. Лэш Ханзба? Куда ты поставишь? Он меня будет искать? Охереть. Сейчас Вообще прикольно, ғой? да. Oh my god. To be honest, I wish there was a sun here, but there is not. Because I was so happy for the first 2 days of my trip that it was so sunny. Because this whole year, I think I haven't seen sun pretty much, I don't know, most of the year. Біз такси заказ бердік, қазір сушқа бармыз. Мында Bolt деген приложение работает. Жалпы Грузияда да жұмыс істейді. Да? Сосын шыны керек, мына ауа райы біздің комнатадан 100 есе жылы. Я в комнате өте суық. Сейчас он тебе фейстрак enable жасайды. Все, теперь enable. Енді жүр. Oh my god. Great. Wow. Magic? We're going to see tailored dress. Tailor dress of Schnap. Her wedding would be In 2 days. In 2 days. Tomorrow is her birthday. We don't know yet what we should give her as a present. And look at this taxi's roof. View outside. This camera is so good. My god. This is a building that we have been. It's named after Gaydar Aliyev, the ex-president of Azerbaijan. I was in the hospital this year. I moved from London and to London twice. Had 2 36 credits semesters. Had beautiful, beautiful friendships. I felt more adult in my life this year than ever before. So 2 weeks ago I came back to Almaty, to my home, and I felt like I value my home so much. Like I value my family. I've never loved them like this, never before. I think it's like about being away from something and getting back there and realizing how much you love your family, how much they mean to you. Also, my life changed so much. I put aligners this year. So now I had to brush my teeth after every meal. For the last 3 months, I'm taking a lot of meds because of my stomach. I had an interview a week ago, and then I let myself just to rest. I'm having holidays. Now we are waiting at her bridal shop. She didn't come yet, Yeah. and we are waiting for her. Also, this wedding cost us so much, by the way. We are just like, she's a new graduate, I'm still a student, you know? Like, flying to Baku is expensive, being here is expensive, Her present is expensive. yes, Her and wedding present is expensive. yes. Guys, just say, this wedding is not cheap for us, yeah, Yeah, but we think it's worth it. yeah. We hope so. Yes. Also, like traveling in Central Asia, like is so authentic experience because everything it feels so familiar, but at the same time they're different. Spend the same money if we would just go traveling, but Turkey, yeah. yeah, So it's like a bonus point that we are going to her wedding and also traveling and seeing new things and getting back together with Central Asian culture. I admire their cultural heritage, how they preserve their cultural heritage, also how they preserve their language here. There are no Russian signs. If you walk across the street, it doesn't feel like very post-Soviet Union. Shnar says that she almost came. Yeah. So
I'm enjoying this camera so much. Like I'm having a vibe. I think Shnar's wedding has been one of the unexpected 2024 events that I encountered. Exactly. I'm very happy, but like it's been one of the surprises. I'm also on my period, so like I'm having constant pain. Actually, I miss sun so much. It's cloudy, but it's It's very windy a little bit. I think you can tell by our hairs. Also, I'm very tall here. Everyone is so short. Me also. I think this is the average height of Azerbaijani guy. I'm not talking about the girls. Yeah, they're even shorter. Давай Жағатын жұлдыздарын қайран түндер ай, өмірдің қызығына тойған күндер ай, жүректе сағыныш боба хау сақталған, айналайын хау сайран күндер ай. Болады тіршілікте көңілдер қалай, адамды жетелейді сенім алдамай, бақыттың қанатында ақау тербелген, айналайын Wow. Wow. This is something. қанатында ақау тербелген, айналайын ақау серік арман-ай. Время 12:33. I'm trying to steal her cardigan. Біз просто мадауға бардық, сосын қарнымыз тойып қалды да, бірақ кешкі 9 болды. Как бы ужин жоқ, бірақ қарным тоқ. Енді 12:30-да қарнымыз ашып отыр. Да, было по-другому, либо я не помню. тема. Можно silver аксессуар, типа подвеска, минималистичный, ұзын барой, менде сондай жоқ. Или сатуар. Можем мындай что-то такое найти. Можно ли біз уже хабар салуға? Онда Карбат музейім, тоже жақын бір. Hello. Oh my god, you're looking at my after sugar skin. Пожалуйста. Спасибо большое. Жібек, бір-екі комментарий айтып жіберсеңіз. Үйдің тамағын сағындым. Неге жұмыртқаны сондай ұзақ жасайды барлығы? Мен де соны түсінбедім, неге жұмыртқаны жасай алмайтынын. Мынау енді күшті, әдемі салмон деген бірақ. I think people don't optimize on the service time, you know. Да. Жағымен. Бұл шоколад бананмен, мынау капучино. Да, жаңа жылға 3 күн қалды. Біз мына жерде прям новогодняя атмосфера деген қатты көрінбейді екен. Айтпақшы айтып өту керек. Адамдар өте жылы, грубый емес ешкім. Мысалға мен байқағаным, мына жерде қазақтар өте аз. Мен ойлағанмын, шекаралы ел болғасын, қазақтар көп болады деп, бірақ қазақтар ондай көп емес, тек орыстар, украин, белорус, үндістарды көп көріп жүрміз. Біз кілем музейіне барамыз. Иә. Біз қазір Карпат музейімға бара жатырмыз. Капец, да?
Но прям қанық көрінді. Әдемі екен. Здравствуйте. Очень красиво делаете. Вы можете меня научить? Чуть-чуть. Давайте. Выбирай. Одну. Потом. Жібексіз мойыңыз. Beautiful. I think as a humanity we degraded a lot. Я енді мұндай жасамай жүрміз. Оның қараны тоже әдемі. Да. Только қызғылт алый ма бір цвет. Тауық бар, ат, жылқы. Ой, жылқы, то есть просто. И ит. Адам. Понимаете, это насколько гениально, да? Өйткені тауық, ит, жылқы, адамдарды кілемде бейнелеп жатыр. Да. Біз еще өзіміз кілем жасап көрдік. Қызық болды өте. Қандай математика керек десейші? Симметрично жасау. Мен де сөйлеп ойлаймын. Давайте. Мындай жасап көрдім. Если что. Да? Иә. Өте көп уақыт алады. My God. Кавказ адамдары қалай енеді деп ойласаңыздар. Да. Кавказ. Олар сол кезде лейерд еткен ғой бәрін. Это, мне кажется, олардан қалған, но layers. Мына қарасақ қанша layers. Да. И андай чебутейкалары. These are so good. Қараш. Да. Why we don't do these things nowadays? Why? I would my my kitchen to be painted like this. Әдемі екен. Бұл 17-ші ғасырдан қалған бір әзербайжандық коллекционердің кілемдері. Мынау жақсы сақталған екен. Кілемдері және бұл қазіргі әзербайжандық Америкада тұрады, бірақ бәрін сақтаған өзі өте әдемі екен. Мынау қай жыл деп айтайын? Мына late 18th century, может, мүмкін содан. Бірақ мынау жақсы сақталған екен, бір қолданбағаны көрініп тұр ма? Біз фуникулермен көтерілудің орнына қазір Швейцарцтар сияқты жүрміз. Иә. Аяқпен барасың. Аяқпен бара жатырмыз, фуникулермен түсеміз. Мынау жаңағы жерден 5 минуттық жерде. Барлығы центрде орналасқан. Иә. Ескі қала, мына жер, Карпет музейм, олардың үлкен молдары, жағажай, қаланың инфраструктурасы жақсы болған. Иә, жақсы салынған. Сосын мен сияқты офиста күнде отырған адамға бұндай баспалдақтан көтерілу some kind of exercise болып жатыр мұнда. Саған ғана өтсі даже маған. Вот, екемізге де. Спортпен айналысатын адамға эксерсайз болып жатса, мен ғана білмеймін енді. Иә. Мешіт. Мына Flame Towers. Но мәжіліс ойымша, мәселе деген. Мұндай қаза тапқан аллеялар бар екен. Бізде мұндай тәуелсіздігімізді алған кезде даже болған жоқ. Менің ойымша. Мынаны аударып өсті. Қанды мұн. Ого. Жібек екеуміз фуникулерға міндік, күтіп отырмыз. Единенді. Сендер кішкене Керекті халық емес, туристер, мәдениетсіз сияқты. Иә. Біз, короче, непонятный зданиеға келдік. Сыртында Белла Хадид. Ішінде мынандай. Шынардың фотосессиясына келдік. Maybe there will be some use from us деп. Yes, Gray. Yes. Абдрахман уже тут? Personal diaries. I think at this point, is wedding worth it?
wedding worth it? So much money, energy, resources. Is it? Biz Шынар екеуміз фотосессияны көріп жатырмыз. Дала енді салқын. Жібек. Ой. Sorry, мен Шынарға қарайын, Шынар деп қалдым. Жібек екеуміз. Жібек тоңып жатыр. Мен кашемир өтем бірде. Мына жерде мындай пробка. Мә. Шынар прирожденная актриса екен. Sen gel, tamam. Serkan buraya, yaxşı belə. Biraz yaxın, biraz yaxın. Aşağıya baxın, aşağı. Bunu. Смотрим вниз. Да, uzun. И mənə baxaq, silah смотрим на меня. Сейчас обнимаемся чуть-чуть. Yaxın. Да, опа. О, вау. Ekzime lazerle koreksiyası, blefaroplastika ve çep gözlük ameliyatlarına, diyabetik göz fesadlarının muayenesine. Живанши пудра. Камера бар ғой, жақсы болып жүреміз, япни жасай беретін. Кешіп келдік деп ойладым, бірақ бәрі қазақша өте кеш басталды. Маған ұнап тұр адамдардың саны көп емес. Правильно. Жібек, бүгін біздің соңғы күніміз Бакуда. Не айтасыз? Кешегі түн күшті болды. Бәрі ұнады. Енді өкініштісі, енді біз румейт болмаймыз бүгінгі күннен кейін. Рахмет көп-көп. But who knows? She'll move to London. Тогда ладно, мүмкін. Дәмін. Жер сияқты, но ладно. Здрасте. Бүйтіп сатады екен. Давайте чуть-чуть попробуем так разделить. Или вот это можно? Да, можно. Вот пашка есть, свежий. Ну, бәрі sütті. Свежий. Халва, пахлава. Бәрі бірден жолсақты. Да. Жүрім. Mandalin verir üzüm. Бәрі бірге көріп қараңдар деп айта береді. Влог жалғастырамыз.
В общем, мындай жасыл базар деген бар. Бұл біздің үйіміздің қасымызда. Біз как местные ретінде торговались. I suppose this is a very great ending of our trip. Вообще просто чай, чебрец, жалбыз. Да. Бүкіл достопримечательности Баку да? Wow, называется Fancy Place. I hope my budget can allow this. Boarding passport. Покажи. Нет. Firm. Please swipe up your password. Please swipe your password. That's why. Подожди, I told you so. 이런 거는 қазақстанда көкесі жоқ. I want to try. Стоил ли этот куки $5? Нет. But I was happy. Yes. Oatmeal cookie. You know what I hate most in cookies? Izum. My choice. Бүгінгі біздің күніміз аяқталды. Біздің сапарымыз аяқталды. Біз Алматыға ұшып бара жатырмыз. Аман есен жетуге асықпын негізінде. Үміттенеміз аман есен өз елімізге, шетелімізге. Соңғы оқиғалармен біз центр событий болған сияқтымыз. Иә. Бакудағы. Траурды көрдік, бәрін көрдік. Так что аман есен бәрін қайтады деп ойлаймын. Күнді сағындым. Рахмет, иә. Сосын мен қарсы сағындым кішкене.